қазақ жерін ұтқан, қазақ жерінде отырып ұлттар ауыздарын келіп сөйлеп, енді келіп қазақтарды ашуландырасыңдар да нацист деп шығасыңдар. Осындай нәрселеріңді қойыңдар, ма Қазақстанда өмір сүріп жатқан ұлттарға айтамын. Айырып таста, мен қазақ үшін любойында да тұрамын. Шошаңдай бермеңдер. Біз не келетін апап, ұлттарға тиісіп жатырық па Қазақстанда өмір сүріп жатқан? Өздерің келіп жармасасыңдар, өздерің келіп тілдеріңнен табасыңдар. Үй іші бізді нацист деп шығасыңдар. Не әкелерінің құны бар? Ауызбіршілікті өмір сүрелерің ба? Давай бірге өмір сүрелерің келмей ма? Кетіп балыңдар. Баста ортайын, болмазда күштіп кетіреміз. Күйдіре бермеңдер, онсыздан ақтан Назарбаев бізгелер күйдіріп отқан кезден. Ауызбіршілікте ғой, тиісе бермеңдер қазақтарға, бізге. Отсаңда шөндеріңе. Историяны білмейсіңдер ме? Сөйлемей ақ қойыңдар. Дұрыста оқып алыңдар историяны. Адамның аузын күйдіре бермей. Осы ағайын бауырларым, ұлт-ұлтқа бөлінбек дегендер жарайды, бөлінбек дедік қазақ. Біз burada нацист, пацист болып отқан жоқпыз. Қазақ халқы ешқашан бір нацист болып бірдеңесі біреудің ала жүгін аттаған емес. Біз Құдайға шүкір историямызда немізде жазылған. Өмір бойы қазақ халқы біреудің бірдеңесін аузына ала жібені аттап, аузына жеп отқан нан тартып алған емес ешқашан. Болмаса біреудің ұлтынан біреудің бөлінгені жоқ қазақ халқы. Тек Қазақстанда өмір сүріп жатқан ұлттар өздерің білесіңдер қазақтың қандай жақсы халық екенін, қандай өте жүрегі кең. Өткен бізді сөйтіп тәрбиелеген қазақ халқы. Біз өзімізді сөйтіп тәрбиеледік, әуелі Алланың арқасында. Біз Центральный Азияда мақтанғанымыз емес, Құдайға шүкір орталық Азияда отырған ең керемет Түркия елінің ең керемет мемлекет едік. Кейіннен орыстарға кіріп кетіп, аталет бұзылып кеттік, орыстарға кірген. Көп боғау сөз, көп жексұрындық, көп жаңағыдай алаяқтықтықта көп нәрсені осымыз орыстардан үйрендік. Ал оның алдындағы историяны оқысаңыздар, ол кездегі қазақтар бөлек. Абайдың тұсындағы қазақтар мен арғын кімдердің, жаңағы Қасым ханның, Хақназардың, одан бергі хандардың 1500-1600 жылдардағы, 1300-1400 жылдардағы хандардың тұсындағы халықтың, мысалы сол заманда қазақтардың тұсындағы халықтың жаңағы понятиясы бөлек тұғын. Таза демократия болды. Енді жаңағыдай руға дұрыстап, бірікпегені болмаса қазақ халқымызға жер тартпалар болды. Бірақ көп жаңағыдай болғау сөзді де, алаяқтықты да, ұрлық жасаулықты да көп жаңағыдай нәрсені біз осы орыстардан үйрендік. Орыстардан үйреніп алдық, Ресей құрамына кіргендіктен. Сондықтан да ұлттар өтініш сендер кішігірім. Қазақтың тарихын білмейсіздер ма? Сөйлемей ақ қойыңыздар. Орыстарға жақтасыларыңыз келіп тұр ма? Пожалуйста, Россияға барып тұрыңыз. Қазақ жерінде отырып, қазақтың несін намысына тимеңіздер. Намысына тисеңіздер, жаңағыдай ұлтшыл деп шығасыздар. Біз ұлтшыл емес, біз ешқашан ұлтшыл болған жоқпыз. Кімдің? Саламатсыз ба? Вчера братишка с Кочетава вез милиционеров. И они, едут, говорит, и устали, задолбались, анау-нау, и братишка начал проделать ТВК. И они начали, ой, білеміз ғой оны бәрін, сендер, шықпаятсыңдар ғой, говорит. Бір-екеу бізде, говорит, задание, біз оларды ұстаймыз, говорит. Сосын, біз сендерді жіберіп жатырмыз ғой, говорит. Көбірек активируйте, говорит. Сендер, говорит, жұмысын жасай алмаятсыңдар, активисттер. Побольше, говорит, соберите, говорит, сонда біз, жай қарап тұрамыз, говорит. А так в душе мы с вами, дейді. Бірақ біздің, говорит, жұмысымыз сондай, говорит. Біз сендерді ұстаймыз, говорит. Бірақ там бір-екі сағат фамилияның бәрін жазап алып, протоколды составить етіп, ол біздің жұмыс, дейді. Соны бәрін істеп, говорит, біз сендерді жібереміз, дейді.
а бірақ біз ішімізден говорит, сендер тілеп отырамыз дейді, сен халық көбейсе екен. Соны естіп мен қуанып жүрдім. Братишкам тоже соны естіп алып, енді прямо агитирует, прямо напропалую. Мен де енді кішкене духым поднялся вот так вот. Енді білмеймін, қағазды қалай іліп, қалай жазу керек аны. Остановкаға іліп, 23-го митинг деп. Солай жасағымыз келіп тұр.